Сәлеметсіздер құрметті көрермендер, бүгін біз ИП жабылды ма жабылған жоқ па соны тексеретін боламыз. Ол үшін біз kkd.gov.kz сайтына өту керекпіз. kkd.gov.kz деп Google-ға жазатын болсаңыз, сізде келесідей терезе ашылады. Осы жерден сіз Комитет государственных доходов дегенді таңдап, поиск налогоплательщикқа өтесіз. Поиск налогоплательщик деген жерге сіз, яғни мына жерде ИП деп тұрады, соны сіз индивидуальный предприниматель деген жерге иіңізді енгізесіз. Иіңізді енгізгеннен кейін, яғни роботты басып, поиск батырмасын басасыз. Осы жерде сізде поиск батырмасынан басқаннан кейін сізде жалпы сіздің ИП-іңіз туралы ақпарат шығады. Сіз ол ИП-ні қашан аштыңыз және де қашан регистрациядан алынды. Осы регистрация алынды деген жерде сізде егерде дата тұратын болса, онда сіздің ИП-іңіз жабылды деген сөз. Егерде тұрмаса, онда 10-15 күннің ішінде ол ИП-іңіз жабылады.